Баршаңызға қайырлы таң достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін өте дәмді және пайдалы осындай горох сорпасын дайындайтын боламыз. Алдымен отқа қазанымызды қойып, етімізді саламыз. Оның үстіне жуылған горохымызды салып, үстінен суымызды құямыз. Етіміз қайнағаннан кейін бетінде көпшіктерді алып тастаймыз. Енді көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Картопты көбіктеп турап сорпамызға саламыз. Одан кейін сәбізімізді, пиязымызды дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап шығамыз. Және сәбізімізді күштен өткізіп дайындап аламыз. Табаға сары май салып, пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін сорпамыздың үстіне салып, араластырып, аскөкімізді сеуіп дайындап аламыз. Біздің сорпа өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.